Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жайлаудың ауасы таза. Сабағымыздың мақсаты мәтінге тақырып қоямыз. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз. Мәтіннен берілген сұрақтарға жауап беретін сөздерді табамыз. Жаңа сөздермен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Күні түні. Қандай керемет. Қармақ. Жергілікті. Айырмашылық. Тыныш. Бейімделу. Епті. Шымыр. Нәзік. Сөздермен сөйлем құраймыз. Екі дұрыс сөйлем құрасақ, екі ұпай. Келесі мәтінді оқып, тақырып қой. Төмендегі мәтінді мұқият оқиық. Және тақырып қойайық. Тақырып қойсақ, бір ұпай аламыз. Келесі. Мәтіннің дұрыс-бұрыстығын анықта. Жаңа ғана оқыған мәтінімізді қайталап оқып, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтайық. 5 сөйлем берілген, сөйлемнің жанына дұрыс не бұрыс деп белгіле. 5 дұрыс жауап 3 ұпай, 4 3 дұрыс жауап 2 ұпай, 2 1 дұрыс жауап 1 ұпай. Келесі. Бинго әдісі. Жаңағы мәтінді қайталап оқып, мәтіннен сұрақтарға жауап беретін сөздерді тауып, кестені толтыр. Сұрақтар қандай екен? Міне, кім, не, қандай, не істеді? Оқушылар, мәтіннен сөздерді тапқанда мұқият болыңыздар. Әрқайсысына, әр бағанға бірне емес, бірнеше болуы керек. Кестені толтырамыз, әр дұрыс баған 1 ұпай, жалпы ұпай саны 4 ұпай. Сонымен оқушылар, сабағымызды бекітсек. Бүгінгі сабақта біз не істедік? Сабақта мәтінге тақырып қойдық. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтадық. Кім, не, қандай, не істеді сұрағына сөздерді таба алдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.